жыл басына таласыпты. Бұл оқиға былай болған екен. Орман ортасында ұйықтап жатқан қоян есінеп, ұйқыдан жаңа оянғандай жан-жағына қарап біреулерді іздейді. Сол сәттен бастап ешкімді көрместей билеп жөнеледі. Бір кезде ортаға жылқы шығып келеді. Старшего бараном, адамның бабы табаным, пайдасы мол жылқының шұрбасы мен болам. Жаныма келі, кімсіз сабыймас, жыл басына иемін. Барышпын, бәдіне танышпын, ана сыйамын, кушыменмін, бәдіне сыйамын. Жақын шықты үнім, ойым өзімен, ақыл ұйбар сөзімде, саликалы сөзімде. Бір мезетте ортаға маймыл секіріп шығып бәрін мазақтайды. Жыл басына лайықты жыланы, күштілікте жыланы, шахады дебеке жыланы. Адымды мен теңдей алады. Баршақтықты кесім болсан майға. Абырамызды мүштімізден мен ғана ұқсаймын
бос мақтанып, шаршамандар ентігіп. Абылап ұремін, ұя кірап жүремін. Адамды көмесі жерге көмек жүремін. Жеті қазынан абылап бұремін. Адамды көмекші. Кос етемін, косы дақпын, онсы раз. Зымбасын мен бұн. Комбасым. Мен бұлман. Күннің шыққанын кім бұрын көрсе, соны жыл басы деп санаңдар. Сер досы! Жылды көрген тышқанды жылбасы деп санандар. Сол кезден бері тышқаннан кейін сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, маймыл, тауық, ит, доңыз көрген екен. Ал түйе болса аузы ашылып таңырқап, ештеңе түсінбей қала береді. Сіздердің алдарыңызда номер 6 көжектер тобының орындауында жыл басына қаласқан хайуандар ертегісі. Рөлдерде тышқан Салина, сиыр Лера, түйе Жан, барыс Матвей, қоян Мира,